Біз жеңдік, жеңіс, жеңіс деп көшенің басынан соңына дейін жүгірген балалардың соңына ілескен шал-шауқан, қыз-қырқын ауыл орталығындағы астық қоймасының қасына аялдап шоғырлана бастады. 5 жастағы ұлын жетектеп соғыс басталысымен аттанған Қуаннан қара қағаз алғанына жыл тола қоймаған Рақила да жетті. Балалардың айқайы оған Қуан келе жатыр дегендей болып естілген. Жүрегі атқалақтап, кеудесінен шыға жаздап тұр. Көзбен көрмегесін қолымен жерлемеген соң, жарының бұл жалғанда жоқтығына сенмеген көңіліндегі үміттін болар болмас әлсіз оты желп етті. Мүмкін енді оралатын шығар. Соғыс бітсе, майдандағылардың бәрін бірдей босатады ғой. Шулаған көпшіліктің бір сөзінде құлағына ілмей өз ойымен өзі арыпталасып, сағыныш сыздатқан жүрек тұсын қолымен сипалап, Рақила шетке шықты да жүре берді. Күндіз түні әр дыбысқа елеңдеумен, қара жолдың бойына қарайлаумен ай артынан ай өтті. Қара қағаздың қара жамылдырғанын, 22 жасында жесір қалғанын мойындауды түсінгенімен, ендігі өмірді қалай құрастыруды ойласа, ойы оңға, санасы санға бөлінетін Рақила күні бойы жүріспен ойыннан қалжырап қатты ұйықтағанын, құшағында жатқан Қайсарының күнсіңді шашына мұрнын тосты. Қуанның шашының иісі де осындай еді-ау деген ой еріксіз оралып, сағынышы мен тағдырдың тасырлығына деген өкпе назы мөлдіреп сынаптай сырғи жөнеледі. Жаз өтіп, күз аяғында Төркін дегендегі жалғыз нағашы әжесі Рақыш бұларды жинап алды. Майданнан оралып жатқандардың тәні жаралы болса, жетім жесірдің жан жарасы күн өткен сайын қанталап, емі жоқ дерттей жазылмауға бет алғандай. Астық жиналып, қамбаға құйылып, отын шөп түсіріліп, қыстың қамынан сәл-пәл қол босаған сәтте, Қарашаның қан сонарынан оралған жігіттердің қанжығасы майланып келіп, олжаларын ортаға салып, қоян етінен түрлі дәм пісіріп, ауыл сабантой жасады. 4 жыл бойы бәрімен майдан үшін деп таңды таңға ұластырған қара көже, айранмен өзек жалғаған ел үшін бұл бір керемет той еді. Алтыбақан құрылды, ақсүйек ойналды, ән шырқалды. Елдің қайта-қайта сұрауымен Рақила халық әндерін де, майдан туғызған ауыл әндерін де әуелеткенде жұрт сілтідей тұнды. Ішіндегі шері мен сырын, сағынышы мен мұңын ән мен әуенге құндақтаған Рақила да иығынан бейне бір ауыр жүк түскендей жеңілдеп қалғандай сезінген. Зіл батпан болып тұратын жұдырықтай жүрегіне жан біткендей, үстінен әскери жейдесі
түспеген ұзын бойлы мұртты жігіттің назарын өзіне аудара бергенін аңғарған. Көзге көрініп тұрған кемістігі жоқ. Кеудесіндегі екі қызыл жұлдызы ғана соғыстан оралғаннан хабар беріп тұрған. Кейін білді, сол аяғы тізеден жоқ екен. Есем мен сол кеште танысқан. Қыз соңында бұлғақтайтын уақыт жоқ. Үйдегі 70-тен асқан әкесі мен кішкентай қарындасы, соғыстың алдында қайтыс болған ағасының 8 жасар қызына қамқорлық жасау үшін тезірек үйленуді әлі бұл ретте ешқандай әрекет жасамаған. Есем бүгін шешімге келді. Басында орамалы, бауырында баласы болғанына қарамастан, сымға тартқандай бойы ма, әлде әні ме? Осы бір қараторы келіншектің тана көздерінің кірпігіне байланғанын сезді. Көп ұзамай екеуі қол ұстасты. Соғыстан кейінгі бірде бар, бірде жоқ. Жетіспейтін тіршіліктің күйбеңімен біріне бірі жалғасып күндер өтіп жатты. Есен ауылдағы дүкенге сатушы болды. Жалғыз сиырдың сүтімен жаңа түскен келіннің ұқсатқыш саусағы майысқан ісмерлігімен жұпыны үйдің жыртығы жамалып, реңі кіре бастады. Жүрегін көздеген сценарий оғынан сол аяғының басын жұлып әкеткен жау снарядының жарықшағынан жалғызын аман қалдырған Аллаға күніне 1000 мәрте ризашылығын білдіріп отырған қария келінінің томпайып келе жатқан ішіне қарап, тәубесін сан рет қайталады. Шілденің ащы аптабы елдің бәрін көлеңкеге жасырған шақ. Есік алдындағы тал түбінде мәсісінің жұлығын тігу үшін тарамыс тарақтап отырған атасына сусын ұсына бергенде, бір кісі керте қораның ағашына атын байлап жатыр екен. Ақсақалға сәлем бере атасына қарай тура жүріп келе жатқан ер адамның алдынан өтуге именіп тұрған Рақилаға қарап, есенсің бе келін шырағым деген дауысқа жанарын сәл көтергенде, Қуанның немере ағасы Имашты көріп, таңданғаннан ба, жоқ қуанғаннан ба, жан дүниесін бір сезім тасқыны шарпып өтті. Шай ішіп отырып, қайнағасы бір атадан қалған жалғыз тұяқ қайсарды бала болса да іздеп келгенін, егер қарсы болмаса, ауылға ала кеткісі келетінін, қонақтап бірер апта жатсын дегенді суыртпақтатты. Ішінен шыққан баласы болғанмен атасының алдына түспей, Рақила үндемей отыра берді. Енді сонау жерден арнап келіп отыр екенсің. Барсын, бірақ 1-2 күннен соң әкеліп таста. Есен де үйде жоқ еді. Оның қалай қарайтынын кім білсін, деді атасы. Әрине, қария, өзім әкеліп қолыңызға тапсырамын. Мына кешегі сұм соғыстың сергелдеңі ғой бұлда. Қуан туған інімде еді. Соның көзі артында қалған жалғыз тұяғы емес пе? Арамыз суымасын дегенім ғой. Шай дастарханы жиналған соң, Қайсарды мінгестірген Имаш қара жолға түсіп ұзай берді.
Атасымен қайнағадан именіп, атқа мінгеніне мәз болып кетіп бара жатқан құлынының соңынан, қораның жақтауынан сығалап қарап тұрған Рақила дәл осы көріністің жүрегіне дерт болып жабысарын, тар құрсағын кеңітіп, 62 тамыры мен тас емшегін иткен тұла бойы тұңғышын қуаны майданға аттанғанда бауырына басып сағынышын басқан Қайсарын енді көрер көрмесі екіталай боларын білмеді-ау. Тек неден, қайдан екені белгісіз, жанарына үйірілген жасты орамалының ұшымен сүртіп, үйге енді көңіл шіркін неге босады екен? Арада 3-4 күн өте шықты. Іссапардан оралған Есен, мен жоқта баланы неге жібересің? Тумаған дегенің бе? Деп қатты ренжіді. Әкеледі ғой, келеді. Келеді, әкеледі. Майданнан бұрынмен қалған Қуанның Ақтөбеде тұратын бірге туған ағасы келіп, Қайсарды алып кетіпті. Бұл хабарды естігенде Рақила Қуаннан қара қағаз келген күндегідей қатты жылады. Тек даусын шығармай, үнсіз назаланып жылады. Немістерді қарғады. Тағдырынан алады. Қуанға тиген оқтан жараланған жүрегін қансыратып, Қайсарынан тірідей айырған адамдардың қатыгездігінен түршікті. Жүрегі жұлмаланып, жұлыны үзілгендей болды. Ақтөбе қайда, біреу қайда. Терістікпен батыстың арасын жалғар амал таппас шарасыздығынан түңілді. Оқыған, тоқыған қызметкер деген қайнағасының бұл қылығын анасы деп өзімен санаспауын, арқа сүйер ағасы, не қамқоршы әкесінің жоқтығынан, тұлдыр жетімдігінен көрді. Сөзін сөйлеп, намысын жыртар, кәрі қойдың жасындай ғана ғұмыры қалған нағашы әжесінен өзге біреуі болса, осыншалық қорлық көрмес еді. Тағы да соғысқа лағнет айтты. Тағдырдың тасырлығына таусылды. Уақытта тоқтау бар ма? Ол сенің құлап жатқаныңа, жылап жатқаныңа қарамайды. Дегеніне бағынасың. Атасы дүниеден өтті. Қайсардың соңынан қарап тұрғанда, ішін тепкілеген шарана, шешесінің жазықсыз төгілген көз жасына тұншықты ма, әлде әділетсіз әлемнен қорықты ма, өлі туды. Арада 15 жыл өтті. Есен екеуі 5-6 сәби сүйді. Тұрмыс та түзеле бастады. Түскі шайдан соң екі қызын қасына отырғызып, мұрындарыңа жеткізіңдер, кәмпит түседі, деп жүн түткізіп, өзі ұршық үйіріп отырған Рақила қашанғы әдетімен мұңды әуенін ақырын ыңылдай бастады. Апа, бұл қандай ән? Ылғи ыңылдайсыз ғой, деді Шолпаны. Соғыс туралы. Майданнан қайтпаған, елде туып, жат жердің топырағын жамылған боздақтар туралы. Сонда Қайсар да соғыста өлген бе? Жанары жүнін қоя салып, сұраулы жүзін анасына бұрды. Жоқ, ол өлген жоқ.
Рақила өз даусынан өзі шошып кетті. Сен оны қайдан білесің? Міне апа, мынадан білемін. Шетіндегі ашық жерге Қайсар, Қайсар деп өзі жазып тастаған бірнеше газетті алдына тастай салды. Сіз ғой жазған, мен көргенмін. Ол кім? Ол сендердің ағаларың. Есі кіріп қалған екі қызын бауырына басып отырып, Рақила сол күні жүрегінің түбіне байланып беріш бола бастаған жан жарасын сыздата отырып, бүлдіршіндеріне сыр ашып, мұңын жаққан. Қазір Қайсар жігіт болған шығар. Бойы да ұзын болар. Түрі де өзгерді ғой. Үнсіз жылап, сағыныш сартап болған шешесінің бар екенін біле ме? Тағы да соғысты қарғады. Неміске лағнет айтты. Осынша уақыт ешкімге тіс жармаған сырын қыздарына айтқанына жеңілдеді ме? Әйтеуір Рақила кешкі қарбалас шақтың шаруасын күндегіден ерте тамамдады. Есеннің жұмыстан келетін уақытына жылы жұмсағын әзірлеп, үпір-шүпір болып, шай ұзақ ішілді. Күндізгі әңгіменің әсері ме, біраз жыл өзіне серік болған әдеті еріксіз есіне түсіп, осыдан 15 жыл бұрын атқа мінгескен Қайсарын өзінен ұзатып әкеткен қара жолға тағы қарады. Ешкім көрінбейді. Жүрегі шым етті. Терезенің қатты солқылдағаны соншалық үй іші түгел өре түрегелді. Бұл кім ей? Ке басқан Есен ағаш аяғын жүре киіп есікке беттеді. Түн ішінде суыт жүргендер табалдырықтан аттағанша Рақила да киініп алған. Рақила шүйінші, Қайсар келді, деп соңынан екі адам ерткен Есен сөйлеп кірді. Шам жарығы көмескі болса да, ол кезде электр түнгі 12-де сөніп қалатын. Ана жүрегі жаңылмады. Костюм шалбар киіп, мойнына галстук байлаған балаң жігітке ұмтыла бергенінде бір жағына қисайып бара жатқанын сезді. Жүрегі құрғыр шыдамады. Су бүркіп, Есеннің шолақ аяғы қақсағанда жағатын мүсәтір іспіртті искетіп, есін жиғызғанда қасында отырған Қайсарының бетінен сүйді. Шашынан сипады, қолынан ұстады. Қуанудың орнына мұнысы несі? Тұр, қазан көтер. Есен баяғы өзі жоқтағы Қайсарды алып кеткен Имашты ертіп, пышағын ұстап, қой союға шықты. Ет жеп шай ішкенше, жаздың қысқа түні түріліп, таң құлаң ектеніп келе жатты. Қайсар Алматыдағы ауыл шаруашылығы университетінің студенті. Мәскеуге жазып жүріп, әкесі Қуанның интернат түбіндегі бауырластар зиратына жерленгенін анықтапты. Каникулда басына барып, зиратына апарып салар туған жердің бір уыс топырағы үшін келіпті елге. Баяғыда алдап алып кеткен кінәм күнәға айналмасыншы, баласының жігіт болғанын көрсін деп, асыққанына қарамастан алып келдім. Келін шырағым, ренжіме, деді Имаш қайнаға ретінде. Ендігі кінәласудың жөні жоқтығын түсінген Рақила өкпесі мен ренішін
ақылға жеңдіріп үнсіз қалды. Мұның бәрінің өңі қайсы, түсі қайсы екенін аңғара алмай, бейне бір жақсы кітап оқығандай, ертегінің оқиғасын басынан өткергендей болып, өңкейген ұлының бетінен қайта-қайта сүйгенімен, сағынышы сетінемеген күйі, сол қалпы сыздаған жүрегін алақанымен басып Рақила қала берді. Арбаға жегілген қос ат тағы сол баяғы қара жолға түсті. Сұм соғыс, деді Рақила ішінен. Тағы 15 жыл өтті. Соғыс біткелі 30 жыл. Қайсар сол келіп кеткелі қатта жазбады. Ат ізін де салмады. Өткенінен де, кеткенінен де сұрастыра жүріп, анда-санда амандығын білген бір хабарды медет ету көңілге демеу. Ендігі үйленген шығар, келіншегінің аты кім, баласы бар ма, деген сан сауал жауабын естімесе де, еріп жүрер көлеңкедей санасынан өшпейді. Япырай, сонда оның жүрегінде шешесіне деген иненің көзіндей де жылу болмағаны ма? Неге үнсіз? Рақина кемпірді дәрігер қызы Ақтөбедегі туысқандарына апарайын деп жүр екен, деді. Рақила Есенге қолайлы бір сәтті пайдаланып, кеше қалжаға барғанда естіген әңгімесінің шетін елеусіз ғана шығарып, осыдан 2-3 жыл бұрын Ақтөбеге барғанда Қайсарына шеше болып жүрген абысыны осы Рахима кемпірден сәлемдеме беріп жібергені бар. Қайнағасы олардың туысқандарымен бір ауылда тұратын көрінеді. Сонда іші бір жылып қалған еді. Қашан жүреді екен? Ақпан айының басында соғым сойғасын. Қасына Жанарды былтыр мектеп бітірген қызы. Ертіп сен де барып кел. Олар жолды біледі ғой. Елдің дәмі, соғымның қазы қартасынан сыбаға алып ал. Соғыс жылдарының табынан өткен сызына сағыныш мұңы қосылып, жұқарған Рақиланың жүрегі соңғы кезде сыр бере бастағанын Есеннің іші сезіп жүрген. Бұл елде екеуіне ортақ Алланың берген 5-6 құлыны құлдыраңдап әжетке жарап қалса да, Қайсары Рақиланың жазылмайтын жарасы екенін түсінетін. Сондықтан да еркінен тыс қапылыста көз жазып, жетелеп мектепке апару, ауырса қасында отырып бауырына басу, жазу жазғанын, сурет салғанын, қарны ашып, қомағайланып тамақ жегені сияқты көз қуантып, көңіл өсірер, анаға ғана сүйкімді болып көрінер, тұңғышына байланысты көре алмаған қызығының өкініші өзегін өртей бермесін. Азаматтығыма сын болмасын. Алда жалда қисая қалса, ішінде арман болып кетпесін. Баласын бір көріп қайтсын деп
ойлады Есен. 3 күн 3 түн жүріп, Челябі, Орынбор қаласында поез ауыстырып, Орал тауын тесіп салған түнелден өтіп, Ақтөбеге жетті-ау. Жолдастарымен солардың туысқандарының үйіне түсті. Телефонмен хабарласқан соң, жарты сағат өтер-өтпестен бурыл тартқан шашын артына қайырған орта бойлы, жылы жүзді жігіт ағасы келіп амандасты. Рақилаға ерекше ілтипат көрсетіп, қауқылдап қуанғанын жасыра алмады. Бұл Қуанның ағасы, қазір Қайсарға әке болып отырған Мұқан. Қазір ағамды көремін. Шешемнің оны қалай сағынғанын, сонау жылы мектепке барғанда ұстайды деп өзіне арнап чүпіректен тіккен сөмкенің, 7 жасындағы жейдесінің, студент кезінде келгенде біздің үйде қалып қалған тарағының тәбіріктей сақтаулы екенін бәрін айтамын деп, жол бойы жұптап келген Жанардың ойының Қайсар Алматыда кандидаттық жұмысын жазып жатыр дегенді естігенде күл паршасы шықты. Итарқасы қияннан келгенде баласы алдынан шықпаған шешесін аяғаннан бетіне қарауға дәті бармады. Тағдыр тауқыметінің таусылып бітпегенін сезген Рақила орамалының ұшын тартқылай берді. Рақила 5 жасар немересімен екінші сәбиін туып, аяқ қолын енді ғана бауырына жиған келіншегімен танысты. Немересі арқасына жабысып, орамалын түзеткенде мейіріммен ет жүрегі езілді. Шай орнына сірә ішетін, өмірі пұшпағы қанамаған абысынының әр төбенің басын бір шалып айтқан шатпақ әңгімелерінен ұққаны, құлынының санасына 22 жасында соғыстың кесірінен жесір қалған жанды күйеуге тигені үшін жазғырып, сені тастап кетті, біз жинап алдық дегенді сіңіріп, жатбауыр, тасбауыр жасаған жылтықсыз майдан шайқасының басты шабуылшысын таныды. Оның әлі аяқтанбағанын ұқты. Телефон безілдей жөнелді. Құлағын көтерген Мұқанның сөзінен Қайсар екенін ұққан Рақила отырған жерінен атып тұрды. Бейне бір баласы есіктен кіріп келгендей, қайнағасы ұстата салған телефон тұтқасын алып, үндемей тұрып қалды. Құлыным-ау, амансың ба? Даусыңнан айналайын. Бетін жуған жасы ары қарай сөйлетпеді. Бар болғаны осы 15 жыл бойы жетпеген Ақтөбеге жеткізген үміті жеткізбей сағымдай сырғыды. Бір апта жатып кері қайтты. Тағы да соғысты қарғады. Қу неміске лағынет айтты. Немересінің қылығын, келінінің сүйкімділігі мен инабаттылығын, қайнағасы көрсеткен сый-сияпатты Рақила бір жыл әңгімеледі. Есеніне риза болды. Тек жүрегі құрғыр, қанша білдірмеуге тырысқанымен әлсін мазалауды шығарды. Ақыры тоқтады. 2 қызын ғана ұзатып, қалғанын улатып шулатып, жалған дүниеде
55-ақ жыл өмір сүріп, соғыс салған жарасы жазылмастан, тұңғышын мейірленіп, бір сүюді армандаған күйі өтті. Бір құрсақтан шыққан қарындастары мен бауыры Қайсар атты ағасының бар екенін ұмытпай жүрсін деді. Деді ме, әлде орындалмаған арманына ескерткіш болсын деді ме? Шолпанның екінші ұлының бір жиенінің есімін Қайсар қойып кетті. Бүгін жеңіс күні. Соғыс біткелі 60 жыл. Қайсар қашанғы әдетімен бәйбішесіне дастархан жасатып, есіне елесі де қалмаған әке аруағына Құран оқытпақшы. Әке шешесінің мөп-мөлдір жап-жас кезіндегі үйленген суретін алып шығып, немерелеріне көрсетеді. Біреуінен өлідей, екіншісінен тірідей айырған, өзін жатбауыр жасаған соғысқа лағнет айтады. Шешесінің ішінде кеткен бітеу жара енді бұның жүрегіне көшкендей ауыр күрсінді. Соғыс болмасын деп тілейді. Баласын ана, анасын бала жоғалтпасын, енді соғыс болмасын.